Сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгінгі кезекті бөлім, 4-ші бөлім, қателеспесем, я. Және де жаңадан қосылып жатқан подписчиктерім жай болса да, күннен күнге қосылып жатыр. 5-ден, 10-нан, кейде одан көптен, кейде 1-2-ден, әр күні әр түрлі сіздерге қош келіпсіздер демекшімін. Өзімді қысқаша таныстыра кететін болсам, есімім Мөлдір Сапарбай қызы, 36 жастамын, күйеуім бар, 2 баланың анасымын, өзімнің эко жасатып, неше жыл бала көтер алмай, сол ненің қасіреттің зардабын тартқан адаммын. Сол үшін де осы каналдың ашылу себебі сондықтан болатын. Жаңада жазылып жатқан подписчиктерге өзімді кішкене таныстырып кетейін, кім не үшін ашып жатыр деген не болмасын деген оймен ғой енді менде. Сондықтан жалпы сәлем баршаңызға, қош келіпсіздер тағы да. Енді бүгін бүгінгі тақырып ол жаңағы короткий протокол. Короткий протокол деген не? Содан кейін пункция яичников, ұрықты қалай алады менен сол туралы айта кететін боламын. Оны айтпай тұрып, кеше маған бір қыз сообщение жазды, кім екенін айтпай-ақ қояйын, айтады, мен қатты неше жылдан бері күтіп жүрміз, уже сенімім күннен күнге неғып баратыр, ешкім поддерживать етпейді, жұрттар сыртынан әңгіме қылады, депрессияға түсіп кеттім деген сияқты жазып жатыр. Мен ол кісіге айтатыным, ол кісіге, сол сияқты кісілерге біздің менталитетті өте жақсы білемін, қазақтардың менталитетін. Бізде құлап бара жатсаң, бәрі емес әрине, өте жақсы поддерживать етіп, моральдық түрде, материалдық түрде көмек көрсететін отбасылар бар бір-біріне, бәрі жұмылып. Көбінесе бізде сүрініп баратсаң шалып құлатып, үстіңе қарқылдап күліп отыратын отбасылар көп, ағайындар көп. Менің басымнан да өткен ондай жағдай. Сыртымызда неше түрлі сөз айтқан, ой, ол көтер алмайды, ол пәленше, түгіленше деп жаңағы ғайбат сөздер айтып, өтірік нелерді жаланы жауып маған енемешін барып айтып, ол көтер алмайды деп күліп сыртымнан естідім. Ол сөздің бәрі тимейді емес, адамның жүрегіне тиеді, ауыртады жаныңды. Бірақ дегенмен ол адамдардың аузына қақпақ бола алмайсың. Ит үрет, керуен көшет дейді. Итке де, битке де тоныңды өртемеп, босқа. Сондықтан басыңды көтер, еңсеңді көтер, өзіңді өзің алып шықпасаң, саған ешкім көмектеспейді. Мақсатыңа жет. Осыны жаңағы бала керек болса, соған цель қойда, соған жет. Алла тағаладан сұра, Аллаға сен бірінші, одан кейін өзіңе сен. Если күйеуіңіз поддерживать етіп атса, күйеуіңіз қолдап тұрса, болды, қалған адамдардың бәрін сызып тастаңыз. Одан кейін мен көтергеннен кейін үйге тамаққа шақырған кезімде де айтқан маған, сенен емес екен ғой, значит, бауыржаннан шығар, кішкентай кезінде грыжа болған екен ғой, ода, оның ұрығы, соның ұрығын салды ма саған деген сияқты әңгімені менің асымды жеп отырып осы жерде айтқан. Енді ол адамға не дейсің? Күлдім да қойдым. Сол, так что әркімнің сөзіне, әркімнің осында болып тұрады. Енді жаңадан қосылғандар ренжімеңіздер, балашаға бар қасымда, мен жалғыз өзім үйде, сол осындай шумдар болып тұрады. Айтарым сол, әркімнің сөзіне көңіл бөлмеңіз. Біреудің сөзіне көңіл бөліп, ана бүйтіп айтатыр, мынау сөйтіп айтатыр деп өмір сүретін болсаңыз, сонда өмір сүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен өзіңіз цель қойыңыз да, сол цельге жетіңіз. Болды. Сол бізге жанашыр болып, доброжелатели дейінші, солар айтқан адамдар, ой, неге бала жоқ, неге көтермейсің дегендердің қазір біреуі де жоқ.
барсың ба жоқсың ба, сен қалай өмір сүріп жатсың, халің қалай, балдарың қалай деген жоқ. Сен тимесең мен тиме деп, сол бізге басымызға қасірет түскен кезде жанымызда мен әке шешем, бауырларым және жаңағы қолымен санайтындай достарымыз болды. Балам, нельзя. Сол сондықтан алға еш мұңаймаңыз, айтқан адам айта берсін. Және де солай ғайбат айтатын адамдарға айтарым, Құдайдан қорқыңыз. Өзіңізде ұл өсіріп отырсыз, қыз өсіріп отырсыз демекпін. Одан да жаңағы негативтің бәрін жинап тастап, жақсы сөз айтайық, жақсы сөз айтып үйренейік, жақсы болып кет, амам жаңағы көтеріп кет, ұл тап, қыз тап дегенде, или тағы да басқа проблемалар болып жатса, қайта бір-бірімізге қолдау берейік, моральды түрде қолдау берейік. Егер жағдайларыңыз, мүмкіндіктеріңіз болса, материалды түрде қолдау берейік. Өйткені емделіп жатқан адамға материалды түрде қолдау өте қажет. Егер болмаса моральды түрде сізде бәрі болады, сенде бәрі болады, уайымдама деген сияқты. Отырып алып, бітпейсің ба, сөйтпейсің ба деген құры бос ақыл сөздердің қажеті жоқ. Қазір ақыл, әркімнің өзінде ақылы бар. Көмектескілеріңіз шынымен де келсе, жаңағыдай моральды түрде поддержкамен немесе материалды түрде көмектесулеріңізді сұраймын туған туыстардан. Ақыл айтып, анау мынау деген әңгіме ол бос сөз. Балам, солай тура осындай кезде не қылады ғой, бұлардікі келіп тұрады ғой. Солай айтарым жалпы осы, еңсеңізді түсірмеңіз, орныңыздан тұрыңыз, әрекет істесеңіз берекет болады. Алла да әрекет істеген адамдарды жақсы көреді екен. Рисковать етіңіз. Короче, істеп барлығын қолдан келгенді істеңіз. Ертеңгі күнім отырмашысын. Сөз төркінін табады, түсінген адам түсінді, түсінбеген адамға санасына берсін дейміз, болды. Осымен тақырыпты жабайық. Келесі жаңағы короткий протокол дейді. Короткий протокол дегеніміз, короткий протокол и длинный протокол деген болады. Ол жаңағы қандай не бойынша емдейміз, соны сізге жаңағы қалай айтылатындарын білмеймін. Қайталап айтам, мен ол саланың маман емеспін, сондықтан қазір көп нәрсені ұмыт қалдым. Уже 2 жыл болып қалды біз соны істегенімізге. Короче, сізге мынандай листке жазып береді, мынандай гонал саласын бір нәрсе, сыр нәрсе деп. Менің денсаулығым айта кететін жағдай бар, сосын жаңағы трубкадан басқа бізде проблема болған жоқ, басқа ешқандай проблема болған жоқ. Менде АМГ дегенді біледі, жаңағы істетіп жүрген адамдар. АМГ өте жоғары болды, 7-де 8 болды, лапароскопиядан кейін 6-да 7 болды. Ол лапароскопиядан кейін ол түсіп қалады деп айтады, кішкене түседі деп. Менікі 6-да 7 болды. Соның өзінде менде АМГ өте жақсы болды. Күйеуімде тоже денсаулығында ешқандай кінәрат болмады. Кішкене суық бар деді, ол табиғи нәрсе, ол барлығында болатын нәрсе, экостеуге болады деді. Сонымен жаңағы короткий протокол жазып берді маған, денсаулығына байланысты. Ол әркімге индивидуально болады, әркімнің денсаулығына қарай. АМГ біреулерде аз болса, оған длинный протокол береді. Өзім солай түсіндім, мен өзім түсіндім бойынша айтып жатырмын. Солай. Ол короткий протокол маған 1 апталық. Длинный протокол, по-моему, 2 апталық па, сондай. 1 апта менің жаңағы кіндіктің астынан укол салады, укол. Мынандай ғана, кішкентай ғана укол болады. Жіңішке, өте инеден де жіңішке, неғып жүрген, өте жіңішке укол болады. Шаштың қылындай, сондай укол болады. Білінбейді да, ауырмайды да, ол гормональный уколдар. Әйелдің табиғи түрде, әйел айына, анандай күнде болған кезде, айына жаңағы 1 немесе 2 ұрық шығарып тұрады екен, табиғи түрде. Ал бізде жаңағы эко болғаннан кейін бізге көп ұрық керек, көп шанс болу үшін, сол үшін жаңағы бізде гормональный уколдар арқылы ұрықтарды өсіреді, көбейтіп жаңағы ұрықтарды. Түсінікті шығар деп ойлаймын, түсінікті айтып жатырмын деп ойлаймын, тез сөйлеп жатырмын, себебі уақыт
жаңағы аз уақыттың ішінде сүйдіргім келеді, ұзақ мынандай жыр дастан айтқым келіп жатқан жоқ. Сонымен уколды бір апта салдық. Күнде мен үйіме жақын болғаннан кейін барып салдырып тұрдым. Медсестра салып берді. Ол айтпақшыдай қалай салу керек. Кейбіреулерге үйде өздерін салыңдар деп береді. Біреулердің күйеулері, жұбайлары салып беріп жатады, үйіндегі адамдары. Қалай салу керек екен медсестра өте қатты жақсы түсіндірген. Менің видеомда бар осы, менің ішінде осы видеоның астына ссылкасын қоямын. Если жаңа көретін болсаңыздар, көргілеріңіз келіп жатса, қалай салуын. Сонымен жаңағы мен күнде барып салдырып тұрдым, тек жексенбі күні ғана демалыста алып кеп осы жерде бір медсестраға салдырдым. Мен өзім инеден қатты қорқамын, өзім медицинаны да сол үшін жаңағы неғымаған до конца инеден қорқамын, и маған ол жұмыс ұнамайды. Сондықтан содан жаңа бір апта салдырдық гормоналарымызды, сонымен күнде емес, арасында УЗИға барып тексеріліп тұрасың, қалай болып жатыр, қалай өсіп жатыр деп. Сөйтіп жақсы өсіп жатты, менде бәрі жақсы деді. Содан кейін бір аптадан кейін тоқтаттық. Тоқтатқаннан кейін пункция болды. Пункцияда ол мини операция болады, наркозбен істейді. Ешқандай кесу анау-мынау болмайды. Ол әйелдің, қалай айтсам екен, негізі әдеби тіл ғой, әдеби тіл, ол сөзде ят жоқ дейді. Әйелдің жыныстық жағынан операция жасайды, мини операция. Содан жаңаға маған операция жасады. Есімді жинасам, палатаға алып келе жатыр. Бір емсеміз есім жинаған кезде палатаға алып келе жатыр. Жылап жатыр, мен жылап. Сіңлімнің кофтасын киіп алғанмын. Білмеймін, сол ана лапароскопияда қайтыс болған сіңлімнің кофтасын кидім. Мынада да өзім солай ырым қылып алдым. Ол сіңлім маған көп айтатын, жұмыртқаны, қолдың жұмыртқасын қайнатып жесе, ананы бүйтсе, мынаны сөйтсе, көтересің сонда деп, ол да жаңа тілеулес болып жүретін. Тірі кезінде маған үнемі звондап айтып, жаңағы менің бір жеңгем сөйтіп көтерді, жұмыртқадан сондай болады екен деп, қолдың жұмыртқасы жақсы екен деп, мұрныма дейін жалтырап тұр ғой деп айтатын. Сосын жаңағы өзім ырым қылып жаңа киіп алғанмын. Операцияда наркозда, видимо, сол сіңлім есімде болды ма, сол есімді жинасам жаңа жылап тұрып жатырмын. Ойымда маған ештеңе керек жоқ. Жаңағы балада ештеменің керек жоқ. Алла маған бұл дүниенің несі бір тиын болып қалды. Адам жанымен алысып жатқан кезде ештеңеге қарамайды екен. Ештеңенің керек жоқ. Сіңлімді көрсем ғой деген жаңағыдай менде арман болды. Сол кезде жылап жатырмын. Сөйтіп бір медсестра енді ауырып жатыр ма деп сұрады ғой менен. Бір жер ауырып жатыр ма деп ойлап қалды ғой. Мөлдір не болды, неге жылап жатсың деп. Сосын мен айттым, сіңлім қайтыс болған еді дедім. Сіңлім қайтыс болған еді деген едім. Ой, бұл жаным ау деп, сөйтіп иманды болсын деп, ол кісі де жаңағы несін айтып жатыр. Білмеймін, өзім сол сіңлімнің бұл дүниеде болмаса да поддержкасын, басқаларды өте қатты поддержит етті мені. Бәрі намаз оқитын, көбісі намаздарын да тіледі. Біз үшін сұрамаған адам қалмады. Достарымыз да тіледі біз үшін Құдайдан. Білем, оның бәрін біліп көріп отырмын. Сондай поддержкалар, альхамдулилля, рас екен, міне көрдіңіздер ма? Өтірік айтып жатқан жоқпын. Сонымен жаңағы күйеуім далада отыр. Менің пункция меден алғаннан кейін, оны да шақыртады, өзі кабинеттері бар. Жаңағы шақыртатын кабинеттері бар ғой өздерінің. Сол жерге шақыртып, оның да ауруын алдырады. Бір сіңлім сұрап жатыр ғой. Менікін операциямен сондай наркозбен алып десем, енді ол қаяқтан білсін, сұрап жатыр да. Жездемнің қайтып алып кетті. Бауыржан естіді ғой қасында. Айтады да, жездемніңкін менікін ана екі медсестра мен бір комнатаға кіріп кетті деп айтпайсың ба деп әзілдеп күліп алғанбыз. Солай сөйтіп есім жинадым. Енді бұларда жақсы клиника болғаннан кейін наркоздар жеңіл болады. Өйткені мен байқағаным, босанған кезімде
городской поликлиникада государственныйда тегін босандым ғой. Ол жердің наркозы өте ауыр болды. Әлі күнге дейін әсер етеді маған, жүйкеме, көзіме бәріне әсер етті. Ұмытшақтық содан болды. Қазір енді восстановиться етіп келе жатырмын. Солай. Неге сызасың қолыңа? Қолына. Мыналар ғой. Жылайды енді, жу деп. Мына жаңағы қыз бала аңсап жүргендерге айтарым, мына мотивация, мына. Мынандай қыз керек па? Сұлу да сүйкімді, тәтті қыз. Осындай қыз керек болса, мойымандар, ешкімнің сөзіне ермендер. Және сұлуым ғой менің, көрдіңдер ме? Қандай сұлу. Тәлпішеші. Ренжіместер, қолын жуып келдім. Бұлар жудырмай қоймайды. Чистуля. Жу деп. Содан сондай. Менен алды ұрықты, сосын барып күйеуімнен алды, сөйтті да. Екеуін 2 сағаттың ішінде қоспаса болмайды екен, жаңағы ұрық жойып келма сондай, общем. 2 сағаттың ішінде қосу керек екен. 2 сағаттың... Привет, тетра, камераны жақсы көреді оларды. Мамасының қызыға бұл екен. Сонымен жаңағы екеуміздің арғарай уже ұрықтағаннан кейін арғарай уже эмбриологтар айналысады арғарай, солардың жұмысы арғарай. Сонымен бізді жіберді үйге. Қайта беріңіздер, өзіміз хабарласамыз 3-4 күннің ішінде деді. 3 күндік болады, 3 күннен кейін салады, или 5 күннен кейін салады. Мені 3 күннен кейін шақырды. Бұл уже пункция емес, бұл уже перенос. Қалай айтылатын еді? Общем салады ғой ұрықты ше. Шақырды 3 күн. Маған звондап айтты. Сізде 9 жаңағы қалай айтады? Өзім 9 аналық ұрық шыққан менен. Сол 9-дың 7-еуі жараған, 7-еуін ұрықтандырған күйеуімкімен қосып, 7-еудің ішінде 4-еуі 3-ші күні 4-еуі тірі қалған. 7 ұрықтың ішінде. 4-еуі тірі қалған, 2-еуі средний деді. Средний деген жоқ, 2-еуі слабый деді, 2-еуі отличник деді. Ол жақта солай бөлінеді. Хорошист, отличник, ең жақсы отличник, одан кейін хорошист, одан кейін, в общем, слабый сондайсың. Сондай бұл бөлінеді. Маған айтты, 2-еуі слабый деді, 2-еуі жаңағыдай отличник деді. Сосын перенос қой, перенос. 3-ші күні шақырды кел. Енді бұл перенос эмбрионы келесі сериясында айтамын. Бүгін мен короткий протокол және пункция туралы айтуым керек еді. Осылай болып тұрады енді осындай-осындайлар. Екеуі жайлы айтуым керек еді. Айтып біттім. Міне 18 минуттан асып бара жатыр. Солай ойымаңыздар демекпін тағы да. Арғарай негізі бар ғой. Басында бастау сомнениемен қиындау болады да, кейін бастаған кейін уже тоқтай алмай қаласыздар өздеріңізде. Сондықтан вперед, ешқандай артқа шегіну жоқ. Осы цельді көздедіңіздер ма, соған жетулеріңізге тілектеспін. Көтеріп, экодан көтеріп, қазір туғам деп жүргендер, күтіп жүргендер, сол қуанышты моментті күтіп жүргендер болса, аман есен босанып, аяқ қолыңызды бауырыңызға алыңыз дегім келеді. Уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады. Аманшылық болсын, тоқшылық, молшылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ел басқаратын иманды жақсы азамат келсін, барлығы жақсы болсын, соғыс болмасын, отбасыларыңызға бақ береке тілеймін, тек жақсылық болсын. Сау болыңыздар, келесі сериясын күтеміз.